әже ертек айтып беріңізші. Жарайды балам, ендеше барлығымыз мұқият тыңдаймыз, жарай ма? Ертеде адам ата өз ұрпағын сынау үшін адамның оң иығына жақсылықты отырғызып қойыпты. Адам бір іс жасарда жақсылық істе десе, жамандық істеме деп сыбырлайды екен. Сөйтіп адамның бойында қандай қасиет басым екенін байқамаққа оны сапарға аттандырыпты. Адам біраз жол жүріп өзен жағасымен шаршап келе жатса, судың жағасына шығып қалған балықты көреді. Балық секіріп суға жете алмай жатыр екен. Жақсылық жаны ашып, адам ана балыққа көмектесіп жібер десе, жамандық қой жөніңе жүре бер, уақытыңды алма. Адам балықтан әрірек барып мойнын бұрып қарайды. Балық шарасыздан көзі жәутеңдеп көмек сұрағандай болады. Адам шыдай алмай кері бұрылып барып балықты суға салып жібереді. Балық ризашылығын білдіріп, суда ойнақшып, секіріп, құйрығын бұлғаңдатып суға сүңгіп кетеді. Адам одан әрі жүре береді. Бір теректің қасынан өтіп бара жатып, шыр-шыр еткен дауысты естіп тұра қалады. Қараса, кішкене ғана торғайдың балапаны ұясынан құлап қалған екен. Еңкейіп, енді көтерейін деп жатса, жамандық: осы торғайдың балапанына бола жолдан қалмақпысың, оны көтеріп ұясына салу үшін теректің басына шығу керек. Мерт болсаң қайтесің, өзің далада ит құсқа жем боласың ғой дейді. Адам ойланып тұрып қалады. Осы сәтте жақсылық: ей адамзаттың баласы, сен әлсіздерге қорған болып, қол ұшыңды беру үшін жаратылғансың. Мына бейшара балапанды ұясына сала кет, шарапаты тиеді дейді. Адам тағы да шыдай алмай балапанды алып теректің басына өрмелеп шығып ұясына салып кетеді. Балапан шиқ-шиқ етіп қанатын қағып разы болады. Адам демалмақшы болып отыра бергенде аяғының астында бидайдың дәнін әрең сүйреп бара жатқан құмырсқаны көзі шалады. Құмырсқа дәннің о жақ бұжағына шығып қозғауға ыңғайлы ретін таба алмай ісі өнбей келеді екен. Адам әуелі жамандықтың айтуымен құмырсқаны дәннен айырып тастағысы келіп оқталды да шыр-пыр болған жақсылықтың сөзіне құлақ түрді. Ол: ей адам-ау, қалай ғана адамдығыңнан айнып кетуге әзір тұрасың? Бұл құмырсқа өзінен үлкен дәнді сүйреп, машақаттанып келе жатқаны қол ұшыңды көрсетіп, жолына салып жіберудің орнына оны қызықтап, ермек қылғың келгені қалай? Одан да еңбек етуді осы кішкене тіршілік иесіне үйренбейсің бе деп налыған екен. Адам өз ойынан ұялып райынан қайтады. Сөйтіп адам ата өз ұрпағын алдына шақырып алып: міне балам, жамандыққа ертсең жаман боласың, жақсылыққа ертсең жақсы боласың. Мен саған 3 сын бердім, 3-уінен де өттің, разымын. Енді осылай адамдығыңнан айнымай, айналаңа қамқор болып, жамандыққа жоламай, жақсылыққа жолдас бол деп батасын беріпті. Содан бері адам баласы жақсылық пен мұратына жетеді екен. Ұнады ма сендерге балапандар?